Екінші сабақ. Танысқаныма қуаныштымын. Өткен сабақтағы үй тапсырмасын тексеріңіз. Проверьте домашнее задание прошлого урока. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Қандай жаңалық бар? Қалайсыз? Қалайсың? Хәліңіз қалай? Хәлің қалай? 9, 2, 3, 4. Жаңа сөздер. Новые слова. Ат, есім. Имя. Танысып қой. Познакомься. Танысып қойыңыз. Познакомьтесь. Танысқаныма қуаныштымын. Рад знакомству. Бұл. Это, этот, это. Қыздар. Девушки. Қарағым. Ласковое обращение к младшим. Сау бол. До свидания. Сау болыңыз. До свидания. Үй телефоны. Домашний телефон. Нөмір. Номер. Амансыз ба? Здравствуйте. Сабағың қалай? Как уроки? Кіруге бола ма? Можно войти? Иә, болады. Да, можно. Шығуға бола ма? Можно выйти? Жоқ, болмайды. Нет, нельзя. Бірінші тапсырма. Есте сақтаңыз. Запомните. Амансыз ба, әже? Жақсы, қарағым. Халіңіз қалай? Жақсы. Өзің қалайсың, қызым? Жаман емес. Сабағың қалай? Жақсы ма? Иә, жақсы. Сан есім. Имя числительное. Сан есім. Заттың санын, мөлшерін білдіреді. Қанша, неше сұрақтарына жауап береді. Сан есімдер жай және күрделі болып, екіге бөлінеді. Жай түрі. Менде 10 кітап бар. Сан есімнің күрделі түрі. Кеңседе 22 маман жұмыс істейді. Имя числительное. Обозначают количество, размер, порядок предмета и отвечают на вопросы. Қанша, неше. Разделяются на два вида. Простые и составные. Простые. У меня есть 10 книг. Составные. В офисе работают 22 специалиста. Екінші тапсырма. Телефон нөмірін жазыңыз. Напишите номер телефона. Менің атым Сырым. Менің телефон нөмірім 2 72 35 30. Менің атым Дана. Менің телефон нөмірім 2 46 21 15. Менің атым Самал. Менің телефон нөмірім 2 72 40 55. Менің атым Дәулет. Менің телефон нөмірім 2 80 63 16. Үйге тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз. Напишите нужные слова.